Танымал актриса Дариға Бадиқова бүгін таңертең күтпеген хабар пайда болды. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Танымал актриса Дариға Бадиқованың «Ыстық ұя» атты фильмі сәтті шығып 1 миллиард теңге касса жинады. Актриса әлеуметтік желідегі парақшасында сүйінші жаңалықты бөлісті. «Ыстық ұямыз миллиард жинады. Ыстық ұя жай фильм емес, бұл сезім, бұл сағыныш. Жүректерге жетсінші, жүректер қозғалсыншы» деп түсірілген фильм еді. Талай соғық жүректі жылытты, талай қатты жүректі жыбытты. Бұдан артық жетістік жоқ. Миссия орындалды. Халық өзі реклама жасаған халықтың киносы болды рас. Сондықтан миллиард касса бұл халықтың фильміне халықтың берген бағасы деп білемін, деп жазды Дариға Бадиқова. Желі қолданушылар актрисаның адал еңбек, маңдай терінің ақталғанын жазып, құттықтауын жаудырды. Құтты болсын, шынайы жүректен халықтың жүрегіне жетіп, еңбектеріңіз бағаланды. Жарайсың, Аллам берекесін берсін. Құтты болсын жаным, еңбек бар жерде нәтиже бар ғой. Байың тағы еңіреп жатқан болар, менің арқамда тағы миллиард тапты деп. Керемет, Дариға, айналайын, өзіңнің етіңе, пейіліңе Алла беріп жатыр деп ақ жарма тілегін арнады көрермен.